карманный доктор деп аталады. Бұның кереметтігі, мына қараңыздар, мына төбеден башпайға дейін сіздердің қандай проблемаңыз бар, соның барлығын шеше аласыздар. Бастарыңыз ауырса, мінекей любой жерге басқа қоюға болады. Құлақтарыңыз ауырса, щитовидкада проблема, қалқанша без дейміз ғой, щитовидкада проблема болса, мінекей барлық жерге сіздер ауруларыңызға жақсы қан циркуляция болу керек. Ал жақсы қан циркуляция болмаған кезде уже сіздің клеткаларыңыз қорек алмайды, сіздің клеткаларыңызға оттегі бармайды, содан кейін сіздің клеткаларыңыз әлсірей бастайды. Және сол ағза уже өзінің қызметін атқарамайды, әлсіз атқара бастайды. Сондықтан мінекей басыңыздан бастап, троничный нервке салқын тиді ма, мінекей қыздырамыз, құлағыңыз ауырды ма, қыздырамыз, гайморит па, қыздырамыз, көзге де қоямыз, оның барлығын мына температурамен реттейміз. Сол себептен мінекей хронический ангина, хронический танзилит, мына қалқанша бездегі проблема, қалқанша без 20 грамм болғанымен, оның атқаратын қызметі өте зор. Сол себептен мінекей мына қалқанша безді қыздыра отырып, оған жақсы мүмкіншілік жасаймыз, жақсы қан циркуляциясын жасаймыз. Содан кейін көп кісілердің қолдары көтерілмейді, қол мінекей, речевой пресет дейміз, соны қыздыра бастаймыз. Ол жерде шығатын жылу, шығатын сәуле, ұзын толқынды инфрақызыл сәуле. Сондықтан ол сәуледен қорықпаңыздар. Докторлардың қыздыруға болмайды деп айтатын сәулесі қысқа толқынды ультра күлгін сәуле. Ал бұл ұзын толқынды инфрақызыл сәуле, ол бізде бар сәуле. Сондықтан бұл зиян емес. Бұл безболезненный, безопасный алтын ине деп айтамыз. Сол себептен мастопатия болса, былай қыздырамыз, бронхы, астма, соның бәрін қыздыра отырып, сіздер осы бронхыларыңызды тазалайсыздар. Содан кейін өт қою деген сөз, өт қою деген сөз, ол дұрыс емес, таңертеңгі таңғы асты дұрыс ішпеу деген сөз. Сол себептен түнімен өт жиналады, таңертең егер дұрыс ас ішсеңіздер, соған өт тамады. Ал егер сіздер таңертең ас ішпей, бір кесе су іша салатындар, болмаса түске дейін ұйықтап, түсте таңғы астарын ішіп жататын кісілерде, көбінесе сол кісілерде өттерін алып тастайды, көбінесе сол кісілерде панкреатит болып жатады. Сол себептен осыны ескеріңіздер. Таңғы ас 7-ден 8-ге дейін болу керек. Міне сол жағдайда оң жаққа барған астын қыздырамыз, асқазан, талағымызда болсын проблема. Мінекей мына кіндіктің жан жағын қыздырамыз, өйткені көп кісілерде иммунитет төмен, сондықтан іш қатады. Іш қату деген сөз, мына бедеуліктің бір себебі сол іш қату деген сөз.